Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пирожный картошка рецептісін ұсынамын. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Ең алдымен бисквитті дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 125 грамм шекер, 20 грамм какао, 80 грамм май, 50 грамм су, 100 грамм ұн және де жарты шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель қажет болады. Одан бөлек бисквитті араластыру үшін 100 грамм сгущенка, 70 грамм май және де 25 грамм какао қажет болады. Ең алдымен бисквитімізді дайындап аламыз. Бисквитімізді дайындап алу үшін ең бірінші 3 жұмыртқаны шекердің жарты ғана бөлігін алып араластырып, көтерілгенше миксермен соғып аламыз. Шекердің жарты ғана бөлігін салатын боламыз бұл жерге. Аппақ болып көтерілгенше қатты жылдамдықта миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды шекерімізбен дайындап болған соң шоколадты масса дайындап аламыз. Міне мына жерде мен дайындап қойдым. Шоколадты массаны дайындау үшін темір табаны газге қойып, оның үстіне жаңа 50 грамм суымызды, қалған шекеріміздің бір бөлігін және какао мен сары майды салып, барлығын шекер толықтай ерігенше араластырып тұрып пісіреміз. Одан кейін осы шоколадты массамызды жұмыртқа мен шекеріміздің үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін бұл жерде көрсетілген 100 грамм ұнымызды дайын болған массамыздың үстіне саламыз. Азырдан араластырып тұрып салатын боламыз. Және жарты шай қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазын төсеп противенге құятын боламыз. Және де алдын ала пешіңізді қыздырып қоюды ұмытпаңыз. Міндетті түрде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Бисквитіміз дайын болды. Міне осындай болып пісті, жып-жұмсақ болып. Енді оны қолымызбен үгітіп аламыз. Бисквитімізді үгітіп алған соң, оның үстіне 100 грамм сгущенкамызды құямыз. Және ертілген сары май құямыз. Және какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа 1 сағат қойып алған соң, осындай кішкене қатқаннан кейін әртүрлі формасын жасайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша дөңгелек, неше түрлі әртүрлі формаларды жасауларыңызға болады. Осылай барлығының формасын келтіріп алғаннан кейін, енді мұздатқышқа жарты сағатқа салып қатырып аламыз. Бисквитіміз тоңазытқышта, яғни мұздатқышта тұрған кезде біз шоколадты ганашымызды дайындап аламыз. Шоколадты ганашты дайындау үшін бізге 50 грамм шоколад және де 50 грамм сливки қажет. Сливки болмаған жағдайда сары май қолдануға болады, яғни ертілген сары май қолдану қажет. Мен қазір ертілген сары майды қолданамын. Міндетті түрде ыссы болу қажет, сливки болса да, сары май болса да. Оны шоколадтың үстіне құямыз және шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Жарты сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін десертті алып, осылай ганашқа батырып аламыз. Өте дәмді және жып-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шоколадты ганашымызға батырып бетін қалауыңызша әдемілеулеріңізге болады. Жай ғана қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз да болады. Қалауыңызша әдемілейсіздер. Мен осындай посыпкаларды сеуіп әрледім.